Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге өте дәмі ерекше болып шығатын, әрі оңай дайындалатын карамельный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Құрамына қажетті ингредиенттерді видеоның соңына описанияға жазып қоямын. Ең алдымен таза ыдысымызға илектен ұнымызды өткіземіз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, кружки дайындаймыз. Қант қосамыз, жұмыртқа қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Қамыр илейміз, қамырымызды 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырым тұрды, енді осы қамырды жұқалап жайып, өзіңізге ұнаған формада жайып осылай саламыз. Қаймағымызға вареный сгущенканы қосып, сгущенканың жоғары сапалы болғаны өте маңызды. Араластырамыз, жұмыртқасын қосып, барлығын араластырып, дайын болған формамызға салмамызды құямыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскен соң жақсылап суытамыз. Бұл пирог өте әдемі, дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасауларыңызға кеңес берем. Менің отбасыма ұнаған пирогтардың бірі болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мөлдір.